Қайырлы күн, әріптестер. Сіздермен педагогикадан сәуір айында келген тестті қайталайтын боламыз 2023-тің. Педагогика 7-ші нұсқа. Бірінші сұрақ. Талдау жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Жауабы жоғары дәрежелі сұрақ. Екінші сұрақ. Сындарлы оқыту теориясы негізделген тұжырым. Жауабы оқушылардың бұрынғы алған білімдері жаңа біліммен үйлескенде дамиды. Үшінші сұрақ. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Жауабы төмен дәрежелі. Төртінші сұрақ. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылады. Жауабы модельдеу. Оқуды даралаудағы шешуші критерий. Жауабы білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Алтыншы сұрақ. Жұмыстың белгілі бір кезеңінде неге дәл осылай жасағанын рефлексиялаушы практиктің түсінуіне көмектесетін үдеріс. Жауабы іс-әрекеттен кейінгі толғаныс. Жетінші. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді. Жауабы оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Сегізінші сұрақ. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Жауабы сынақтан өткізу. Тоғызыншы сұрақ. Бірінші жауап алу және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылатын сұрақ. Жауабы түрткі болу. Оныншы сұрақ. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ. Жауабы төмен дәрежелі сұрақ. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі. Жауабы мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. 12-ші сұрақ. Оқу үдерісінің қозғаушы күштері. Жауабы оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қайшылықтар. 13-ші сұрақ. Педагогиканың тараулары. Жауабы тәрбие теориясы, педагогиканың жалпы негіздері. 14-ші сұрақ. Сұрақ қою бұл сапаны арттырады. Жауабы. 15-ші сұрақ. Педагогика ғылымының негізгі категориялары. Жауабы тәрбие оқыту, білім беру, педагогикалық процесс. 16-ші сұрақ. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттері. Жауабы оқыту әдісі. 17-ші. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері. Жауабы бақылау әңгіме, сауалнама, эксперимент. 18-ші. Педагогикаға алғаш білім беру ұғымын енгізген ғалым. Песталуцци. 19-ші. Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын интерактивті оқыту әдісі. Жиксо. 20-ші сұрақ. Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар. Жауабы әрекетті қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету. Ал әріптестер, игіліктеріңізге жаратыңыздар. Каналымды қолдап, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.